topqa iki top, bir topumuz kasbiy to'p bo'ladi, birinchi topimiz, ikkinchi topimiz aral to'p bo'ladi. Tez o'rnimizga o'tirib olamiz. Uyga qay topshirma berilgan edi, kim aytadi? Madina. O'tgan shaxsi ayenda 6-topshirmani o'qishlar. Bu yerda ne berilgan? Berilgan qanday edi muslima? 6-topshirmada ne berilgan? Aha, o'tgan shaxsi AQShda qancha tengiz qurg'og'i qurilgan? Qancha ekan? AQShda 1200 dan astam tengiz qurg'og'i qurilgan. Yaxshi punktin jazamiz barlig'imiz haqida o'qib, Qarashaning 29'i. O'quv bag'darlamasına saykiz o'qitim maqsadlarga tanishamiz. Gap berib bo'lsam, ayağım. Ayında o'quvchilar жаңа saboqni boshladi. Men sizga hozir tasbih ko'rsataman. Kelajekdan tabiat shunday shunday bo'lib kelgan o'rtoqlar Aziyada tibbi bo'lgan. So'ngda Sirdaryoning namidagi suvining foydalanib, Arab dengizini qutqarib qolmoqda. Aziyada bezimlikka o'rtaqligi. O'zbekiston және Turkmenistonga su resurstары орталық Азия мемлекеттері үшін стратегиялық маңызды ресурс болып табылады. Сонымен қатар елдің Dengizler al muslima özelliğini yazarız. Kalgan okuşlar defterle yazarız. Söz olmayan okuşumuzu bakalım. Dengizdagi Kaspiy Aral kiradi. Şahsı oturamiz bir özümüzde. Ал өзендерге Сырдария, Арас, Шу, Торғай және тағы басқа өзендер кіреді. Жақсы, бәйгеге шығамыз. Мағынасына қарай 7 топқа бөлінеді. Жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, жалпылау есімдігі, болымсыздық және белгісіздік болып 7 топқа бөлінеді оқушылар. Қараймыз енді. Мен, сен, сіз, біз дегеніміз неге жатады екен? Қай есімдікке? Жіктеу есімдігі. Ал енді ешкім, ештеңе дегенше болымсыздық есімдігіне жатады екен. Жақсы, есімдіктің 7 түрін тақтаға іліп, сіздер қазір қай неге жататынын бойынша табасыздар. Түсінікті ме? Әр топты қазір тастап кетемін. Тез шығып, мынаны соңына жеткізіп аяқтап тастауымыз керек. Тез шыға береміз. Өзгенімізді жабыстыра береміз. Шыға беріңіздер. Қарап отырмаймыз. Тез шығамыз. Жақсы. Келеміз оқушылар. Қалып кетпесін. Белгісіздік. Әлдекім. Белгісіздік. Еш қайсы. Неге кіреді? Болымсыздық. Еш сөзі болмағаны. Белгісіздікпен тоғысқа тастаймыз. Кітапқа қараймыз. Оқулықпен жұмыс. Бірінші топ кәсіби тобына сіздерге сұрағымыз. Судың азаюы қандай салаларға кері әсерін тигізеді? Ал арал топ сіздерге адам организміне су жетіспесе, сол туралы топта сұрақ келесі жауап беріңіз. Қалай болдық па? Дайын деп атыңыз, жақсы. Ал кәсіби тобынан Севин Жерсқожаева жауап береді. Судың азаюы қандай салаға кері әсерін тигізуде деген сұраққа біздің тобымыз биологиялық ластауына отыра ағзалар, микроорганизмдер және аштыққа бейімделген заттар, химиялық ластану. Жақсы, Севин дұрыс жауап бердім. Ал тағы қосатындар бар ма? Жауап. Қаны Фируза. Химиялық ластану, зиянкестер және су ортасының табиғи құрамын бүлдіретін өкілдер. Физикалық ластану, жылу, қызу, электромагнитті өріс, радиоактивті заттар. Адамдар таңертең жылы суды ішу керек. Ол адам ағзасына өте пайдалы. Өте жақсы отырамыз. Сонымен оқушылар, келесі тапсырмамыз сіздерге сабақты пысықтау үшін тест тапсырмасын орындаймыз. Барлығымыз телефон арқылы сол неге қосыламыз? Қосылуды бастаймыз. Қанша оқушы қосылды? 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Bарлық оқушы қосылып алды, ya? Дұрыс па? Бастаймыз ба? Дайынбыз ба оқушылар? Ал, бастаймыз. Мұзафар, Ерсқойчаева, Sevinç. Өте жақсы. Келесі сұрақ қойыңыз оқушылар. Одағайды көрсетіңіз. Одағайды белгілеңіз оқушылар. Үшінші орын кім болды? Адина. Екінші орын? Нағырман. Бірінші орынымыз кім болды? Өте жақсы. Бүгінгі сабағымызға жақсы қатыстыңдар. Жетіп келдік. Барлығымыз тақтаға назар аударамыз. Бүгінгі бәйгеге жеткен оқушымыз кім болды? Муслима 10 балл, Ерсқойчаева Sevinç 9 балл. Барлық оқушылар өз бағамызды біліп алдық, ya? Келесі сабақтарда жақсы қатысып, жақсы бағаларға ие боламыз. Сау болыңыздар. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабақты жақсы түсініп, меңгеріп алдық, ya? Енді оқушылар, біз қазір кері байланыс жасаймыз. Тақтаға барлығымыз назар аударамыз. Сіздерге рефлексия берілген. Өте жақсы түсіндім, әлі де іздену керек. Үйге тапсырма 8-ші тапсырма 79-ші бет.